Сәлеметсіздер ме? Біз жоспарымызды ары қарай жалғастырамыз. Енді түспен жұмыс істейміз, алайда тек түс емес. Біз жарық, көлеңке, контраст, нюанс, статика, динамиканы да ескеріп, жұмыс жасағанымыз жөн. Дәлірек айтқанда, алдыңғы сабақталған білімімізді жүзеге асырамыз. Сондықтан түстерге баса назар аударамыз. Алдымен біз қандай түс таңдағанымызды, жиһаздың қандай түсте екенін шешіп алуымыз керек. Логотиптегідей, интерьерде де көп түстер болмайды. 3-4 түстен аспай, оларды өзара байланыстырғаныңыз жөн. Алдымен еденді жабамыз. Міне, былай. Оны сары түспен жапсаңыз да болады. Мінекей, сары түсте бояп, еденіміз сары болады деп тұрған жоқпын. Тек оған сәл рең беріп жатырмыз. Мінекей. Егер сізде қарындаштар болмаса, бірден бояуларға көшсеңіз болады. Енді қабырғадан қарай растяжка жасауды бастаймыз. Еденнің текстурасын көрсетеміз. Еденнің түсі біркелкі болмағандықтан, әр түрлі рең беруге болады. Міне, былай. Бір жерін ашық, не қараңғы етіп, ең бастысы көлеңке жағын анық көрсетіңіз. Мінекей, былай. Одан кейін басқа заттарға көшсеңіз болады. Енді түсін нақтыламаған болсаңыз, оған мән бермеңіз. Уақытыңызды кетірмеңіз. Бірақ бөлме шағын болса, түстің маңызы бар. Себебі ол бөлмеге жарық, балғындық береді. Соны да ескергеніңіз дұрыс болады. Жұмыс барысында жарық пен көлеңкеге қатты мән беріңіз. Көлеңке түсетін жақ мына жер болғандықтан, мен мына жақты қараңғылаймын. Мінекей. Дәл сондай көлеңке тұстарын зат пен жиһаздарда да көрсетеміз. Міне, гүлдікін жасадық. Негізгі көлеңкелерді көрсеткен соң, түсетін көлеңкелерді көрсетуіміз керек. Оларға жарық түссе, ол жерге де көлеңке түседі. Сол себепті ол көлемді болып көрінеді. Міне. Егер де контраст жетпей жатса, қара түстерді немесе маркерлер қолданамыз. Міне. Интерьеріміз көк, көгілдір түсте болады. Міне. Мысалы, мына жастықтан да түсетін көлеңке болады. Оны да бояу керек. Сол себепті оны да растяжка жасап бояймыз. Диванның жастықтары көлемді болғандықтан, олардан да көлеңке түседі. Оны да көрсетуіміз керек. Шетте тұрған жастық қараңғылау. Жарыққа жақыны ашық түсте болады. Түсетін көлеңкенің басын қараңғы, аяқ жағын созып бояса болады. Міне, менің бояп жатқаныма назар аударыңыз. Сұрт түс қосыңыз. Себебі басқа қанық түстер интерьерді сәтсіз етіп көрсетеді.
Егерде диванның бір ерекшеліктер болса, біз оны да көрсету керекпіз. Оны да көрсетсеңіз болады. Ал егерде ондай ерекшеліктер болмаса, көрсету маңызды емес. Менің кеңістігім үлкен болған соң, мен диванның көлемін көрсетемін. Мен солай деп шештім. Мына бөлікке жарық аз түсетін болғандықтан, растяжка жасауға болады. Терезеге жақын жарық қыламыз. Одан кейін кілемге көшеміз. Міне. Кілемді бояймыз. Кілемде геометриялық суреттер болуы мүмкін. Құрылымы жағынан өзгешелік болуы мүмкін. Текстурасы әдемі болуы мүмкін. Соған растяжка жасауға болады. Тіпті оған бірнеше түс қоссаңыз да болады. Бірақ асыра сілтеп жібермеңіз. Өйткені ол бізде басты элемент емес. Диван сияқты элементтерде түсетін көлеңке қараңғылау болады. Сол себепті оған маркер қолдану керек. Түсетін көлеңкені көрсеткеннен кейін, диванның көлемдігі пайда болды. Оны да біз сәл созумен бояймыз. Міне бұлай. Аздап растяжка қосамыз. Енді стөлді айтатын болсақ, оны ақ түспен қалдыра беруге болады. Немесе басқа түспен бояймыз. Өзіңіздің қалауыңыз білсін. Оған бәрібір бұрыштарынан растяжка қосу керек. Жарық түсетін болғандықтан, барлық бұрыштарын растяжкамен бояп шығамыз. Міне бұлай. Ақырындап бояп шығыңыздар. Барлық бұрыштарына кішігірім растяжка жасаңыз. Бұл қолмен жасалған нұсқа. Ал графикалық программаларда жеңілдіктер болады. Олардың тиімділігі аз уақыт ішінде интерьер қалай болатынын тез көруге болады. Мінекей. Сондай-ақ түсетін көлеңкені көрсетеміз. Себебі мына жақта терезе орналасқан. Бұл заттарда да түсетін көлеңке болады. Бұған да растяжка жасаймыз. Растяжка бізге заттар мен фонның арасын бөлу үшін керек. Текстураны көрсету үшін. Мінекей, бұлай. Сары түсті сәл бәсеңдетеміз. Мінекей. Бәрін аяқтаған соң, саусақтың көмегімен, немесе жұмсақ губка арқылы ары-бері үйкелейміз. Сонда жоспар біркелкі болып көрінеді. Міне, бұлай сүртіп шығамыз. Үстінен тағда бір рет қарындашпен өтіп шығуға болады. Ол реңді сәл басып, басын біріктіру үшін өте қажет. Барлығын жасап болған соң, жарық түсетін бағытты көрсетеміз. Ол жарық терезе жақтан түседі. Өшіргішпен терезені сүртеміз. Егер терезе ойығында бөліні болса, сіз ол жерге түсетін жарықты көрсетесіз. Бұлай көрсетіңіз. Дәл соны мына жерде де қайталаймыз. Қанекей, міне бұлай кетіреміз. Бірден жарық пен көлеңкенің қайда екені көрініп тұр. Сондықтан жарық, көлеңкелер айқын болып тұр.
байқаған шығарсыздар. Егер шала жасалған жерлер болса, қарындашпен қараңғылап қойсаңыз да болады. Міне. Егерде артық болса, өшіргішпен керісінше жарық қылуға болады. Тағы да көлеңкеге акцент береміз. Қаласаңыздар, детальдар қосуға болады. Бірақ бұл эскиз жоспар болғандықтан, детальдарды салмасаңыз да болады. Барлығы біткен соң, барлық түсетін жарықтарды тексереміз. Сыртқы көлеңкені де көрсеттік. Міне, мына жерде жастық орналасқан. Оған да тағы да көлеңке береміз. Себебі мен жаңа оны өшіріп алдым. Оның көлеңкесі жоғалып қалды. Осымен бітті. Сіздің үй тапсырмаңыз. Жарықпен интерьер жасап, барлық көлеңке жарықтарын көрсету. Ең бастысы, 3-тен көп түс қолданбаңыз. Себебі интерьер балалардыкіндей жеңіл, немесе балалардыкіне ұқсап қалады. Сәттілік тілеймін. Сіздермен бірге болған Бектаева Мадина.